Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен бірге Айгерім. Бүгін мен сіздерге өте дәмді оригинал торттардың бірі молочная девочканың рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде видеоны өткізбей соңына дейін қарап, егер де каналға тіркелмесеңіз, дәл қазір тіркеліп, жанындағы қоңырау белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге қажеттісі қойылатылған сүт, сары май, ұн қопсытқыш, жұмыртқа және де ұн қажет болады. Таза ыдысымызға бөлме температурасындағы сары майымызды саламыз. Егерде бөлме температурасында болмаса, микротолқынды пеште осылай жұмсартып алуға болады. Содан соң 3 жұмыртқамызды салып, жақсылап миксердің көмегімен араластыратын боламыз. Барлық заттардың көлемін описание бөлімінде толық грамдарына дейін жаза кететін боламын. Жақсылап миксерлеп алып болғаннан кейін қойылатылған сүтімізді құямыз. Мен бұл жерде 2 құтысын толықтай құйдым. Мендегі диаметр 24 диаметр және де 7 штук корж шығады. Сондықтан 2 құтысын қостым. Егер аздау істейтін болсаңыздар, 1,5 құтысын пайдалансаңыздар да болады. Содан соң ұнды електен алдын ала өткізіп алдым және де үстіне 1,5 шай қасық ұн қопсытқыш қосамын. Енді жақсылап миксерлейтін боламыз. Алғаш осылай кішкене араластырып аласыздар, содан соң миксердің көмегімен жылдамдықты қоса отырып, толықтай біркелкі масса болғанша жаңағыдай араластырып аласыздар. Жан жағында осындай ұндары қалып бара жатса, лопатканың көмегімен алға қарай жылжытып алып, содан соң қайтадан миксерлейсіздер. Бұл өте сұйық болмайды, кішкене қоймалжың, қоюлау масса болып шығады. Өте қою емес, қазір сіздерге видеода көрсететін боламын. Міне видеодағыдай осындай қаймақ тәрізді қоюлау масса болуы қажет. Енді алдын ала пергаменттерді дайындап аламыз. Ол үшін мен осындай 2 түрлі пергаментті қолдандым. Біреуі жуып қолдануға болады, екіншісі жаңағыдай одноразовый. Енді форманы жасап алу үшін алдын ала осындай формамен қысып алсаңыздар, толықтай формасы шығады. Егер де бұндай болмаса, кәдімгі қақпақпен жаңағыдай карандаш арқылы сызып, осындай формасын алдын ала дайындап алсаңыздар болады. Бұл жерде мен 24 диаметрлі форманы қолдандым. Келесі кезекте қоймалжың массамызды 2 қасықтан толтыра отыра осылай барлық пергаменттерге құйып шығатын боламыз. Мендегі пергамент саны 7 штук шықты. Толықтай құйып аласыздар. Құйып болғаннан соң ас қасықтың көмегімен осы формасын шығарып, ана шетіне дейін апарып, жаңағыдай жайғастырып шықсаңыздар болады. Немесе осындай арнайы құралмен жасасаңыздар да болады. Сонымен қатар менің видеомның, осы каналымның алға қарай дамып жылжуына өз үлесіңізді қоса кетіңіз. Видео ұнап жатса лайк басып, және де поделиться бөлімін басып, WhatsApp желісінде группаларға, чаттарға бөлісіп қойыңызды сұраймын. Сонымен қатар менің каналымда басқа да өте оңай жасалатын торттардың, ыстық тағамдардың, қысқы мезгілге арналған банка жабу рецептері, салаттардың, компоттардың рецептері бар. Міндетті түрде қарап көріңіздер, және де егер де каналға тіркелмеген болсаңыз, дәл қазір қызыл подписаться батырмасын басып, тіркеліп алуыңызды сұраймын. Пешімізді 180 градусқа қыздырып, осы корждардың барлығын 5 минут, 7 минут шамасында пісіріп алатын боламыз. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай осындай ыдысқа пісіріп аласыздар. Енді кремін дайындайтын боламыз. Ол үшін ыдысты мен алдын ала осындай тоңазытқышқа салқындатып алдым. Барлық зат салқын болғаны дұрыс. Сосын осындай творожный сырды қолдандым. Бұл кремге творожный сыр қолданбаса да болады, бірақ қолданса дәмі жақсырақ болып шығады. Сосын сливкидің осындай 33%-ын қолдандым. Сахарный пудраның 100 грамын салатын боламын. Бұл жерде толықтай масса 200 грамм, соның жарты бөлігін салдым. Содан соң 220 грамм творожный сырды саласыздар да барлығын бірдей болғанша араластырасыздар. Негізі ұзынша ыдысқа, содан соң беті жабылатын ыдыс болғаны дұрыс. Менде ондай ыдыс болмағандықтан осылай кішкене шашырап кетті. Сондықтан сливкиміз кішкене көпіреді, содан соң барып осылай қоюлана бастайды. Сол кезде ешқандай шашырамайды. Мейлінше ұзындау шұңғыл ыдысқа қолданғандарыңыз дұрыс. Видеода көріп тұрғандарыңыздай бірінші барлығын бірге араластырсаңыздар да болады, немесе алдымен сливкидің өзін шайқап қоюлатып алып, содан соң салсаңыздар да болады. Мен сосын осындай кішкене ыдысқа алмастырдым. Видеода көріп тұрғандарыңыздай осындай өзінің формасын ұстайтын және де былай төңкерген кезде түсіп қалмайтындай осындай крем болуы қажет. Бұл крем өте
дәмді керемет кремдердің бірі болып табылады, яғни крем-чиз деп аталады. Енді толықтай суытамыз. Осы жаңағыдай пергаментте суытатын боласыздар. Суығаннан кейін астыңғы бөлігін осылай ақырындап алсаңыздар, өзі тез алынады. Жақсы пергаментті қолдансаңыздар, асты жабыспайды. Егер де құрғақ, сондай жаңа качествосы, сапасы жақсы емес нені пайдалансаңыздар, ол астына жабысып қалуы мүмкін. Содан соң осындай кольцоның көмегімен барлығының формасын осылай шығарып алдым. Бұл кождар өте нәзік болады, сондықтан абай болу қажет. Жаңағыдай сынғыш келеді. Егер бұндай форма болмаса, жаңағы кез келген қақпақтың көлемімен қойып, осылай жаңағыдай пышақтың көмегімен жан-жағын кесіп шықсаңыздар, дөп-дөңгелек форма болып шығады. Мен жан-жағындағы формасын, жаңа қалған үгінділерінен мен жан-жағын әрлейтін боламын. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай осындай кождар шықты. Енді толықтай кождарды жинаймыз. Ол үшін бір үлкен қасық, 1,5 қасықтай осылай кремді саласыздар да толықтай кождарды жинап шығасыздар. Кождар өте нәзік әрі жұмсақ болады, сондықтан менде арасында 1-2 осылай сынып кетті, жаңа бөлініп жатыр. Видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай жасайсыздар. Егер кремін көбірек жасайтын болсаңыздар, арасына кремді 2 ас қасықтан салсаңыздар болады. Мен барлығына 1 ас қасықтан салып шықтым. Бірақ соның өзінде өте дәмді шықты, және де өте жұмсақ болып шықты. Кремнің дәмінде енді сөз жоқ, өте керемет болып шығады. Сливкидің міндетті түрде 33, 35 және 37% сливкиді қолданғандарыңыз дұрыс. Және де жан-жағына жаңағы үгінділерін оқтаудың көмегімен немесе блендердің көмегімен езіп алып, жан-жағына бетіне әрлеп шықсаңыздар болады. Содан соң тоңазытқышқа 4 сағатқа қалдырдым. 4 сағаттан соң осылай кесіп көрсетіп жатырмын. Кремін қатады және де кождарына сіңеді. Өте жұмсақ, керемет оригинал торттардың бірі. Дәл осы тортты туған күндерге, мерекелік дастарханға ұсынсаңыздар өкінбейсіздер. Өте дәмді, керемет болып шығады. Міндетті түрде сіздер жасап көріңіздер. Және де видеоны соңына дейін қарағаныңызға үлкен рахмет. Міндетті түрде дәл қазір каналыма тіркелмеген болсаңыз, қызыл подписаться батырмасын басып тіркеліп алыңыздар. Және де жанындағы қоңырау белгісін басып қойды ұмытпаңыздар.